Pasmay aytuvdiman, Tailandga vaqtim. O'zbekistonga kela olmaydi bu. O'zbekistonga o'zini yurtiga kela olmaydi. Gol qaydasan! Tushdi. O'zbekiston, xudo xolasa bugun O'zbekiston o'darlarini ko'rsatib, Nikulin nokaut qiladi inshaalloh. Вы зачем? Заряжены. Мы идем только за победой. Ассалаумағалейкум бауырлар, Еркебұлан Тоқтар бауырымыз Өзбекстанда, Ташкентте Тимур Никулинді нокаутпен ұтты. Мына жекпе-жектің алдында бар ғой, мына Никулин, мынаның қасындағы адамдар жыртылған болатын. Еркебұланды нокаутқа жібереді мына Тимур деп. Ұтады деп. Одан Тимурдың өзінің аузынан мынандай әңгіме шыққан болатын. Екінші раундта Еркебұланның шаруасы бітеді, екінші раундта Еркебұлан жаңағы өледі дейтіндей әңгіме айтқан болатын бұл. Өзінің аузынан сондай әңгіме шыққан. Іздеп көріңдер. Сөйтіп айтқан не болды ал? Сонша жыртылып еді. Шықты да Еркебұлан бытшын жарып бірінші раундта. Негізі мынаны екі рет тұрып жіберді Еркебұлан. Бірінші рет тұрған кезде төреші тоқтатты. Тоқтатса мынау жаңа бокстасам деп қояды. Негізі сол кезде тоқтата салу керек еді да, бірінші соққы жеген кезде мынау бар ғой. Ана жекпе-жек қайталап көрсеңіздер, бірінші соққыдан кейін, ауыр соққыдан кейін жаңағы төреші тоқтатты ғой. Мына аяғы жүре алмай қалған болатын. Қайта ана төреші білмеймін, маған мүмкіндік берді, ойлаған шығар енді. Ертең мына Никулин тоқтатып жіберсем, маған ерте тоқтаттым деп әңгіме айтады деп төреші кішкене ойлап, мүмкіндік берді ғой деймін жекпе-жекті жалғастыруға. Ал онда деді, бокстасқыңыз ал онда деді, ана жібере салды қайттан. Алата батшын шығарады Еркебұлан әй жерде. Ай красавчик. Мына екінші соққан кезде құлайтын еді, әдем құлайтын еді. Қайта қанат болды, арқан болды. Соған барып тұрып қалды мынау. Басы дейтін ұшып кетті, қорқынышты соқты. Вайла, Еркебұлан сұмдық екен қазір жолы. Не айтайын деп едім. Мына ойлақамандар мына Никулин бокс азамайды анау мынау деп. Мына қараңдар, мынау мықты жігіт мынау. Мына Россияның кулачкасы бар ғой. Солардың бәрінде төбелесіп шыққан бұл. Өте мықты жігіт. Еркебұланға өте лайық қарсылас. Мына кейде жекпе-жектер болады ғой, бокс кештер болып жатыр ғой елімізде. Африкадан бір бокс азамайды біреулерді әкеп сабайды ғой. Ондай деп ойлақамаңдар бұл. Бұл мықты жігіт мына Тимур дейтін. Мен кеше шошыған болатын, мына Еркебұлан бұған дайын ба деп. Кішкене уайымдаған болатын да мен. Мықты деймін мына жігіт. Ой, Еркебұлан красавчик екен, базар жоғы. Жаңағыдай Еркебұланға шоу жасау үшін беріп қойған әшейін бір қарсылас ойлақамаңдар, олай емес бұл. Мықты қарсылас бұл бар ғой. Еркебұлан красавчик, риза болдым мен. Содан жекпе-жектен кейін Еркебұлан тұрады да. Өзбекстанда бәрі маған не етеді дейді ғой жаңағы. Визіп тастайды дейді ғой. Бұл жолы мен тастайын дейді да. Голд шақырады ғой қайдасын деп. Голд дейтін жігіт бар екен. Бұның алдында да екеуі кездескен болатын. Сол кезде сөздеріне қарасам, наурызда бұлар жекпе-жек өткізуге келісіп жатыр да бір-біріне, келісім беріп жатыр бір-біріне. Сол жаңа алдында видеода да айтқан болатын, бұл екеуінің жекпе-жегі қалай болады екен Голдпен Еркебұланның. Бокстаса ма, кулачкада бола ма, ММАның ережесімен шыға ма, оны білмедім. ММА болса Еркебұланда шанс көп деп тұрмын енді. Алып қояды алмаған деп. Кулачка бокс болса, онда шанс кішкене 50-50 бола ма деп ойлап тұрмын да. Өйткені мына Голд дейтін мына жігіттің ММАдағы жекпе-жегін өз басым көрмедім. Бұлай кулачкадағы бойлары бар екен. Нормально сияқты енді. Білмеймін енді. Қалай ойлайсыңдар? Қалай ойлағанда тоқтаңдар, білесіңдер ма мына Голдпен Еркебұлан қандай ережемен жекпе-жек өткізеді бұл жігіттер? Мен жаңа ойлағам, жаңа Голд шығады. Жекпе-жектен кейін Голд шығып, ана жерде шоу жасайды деген десем, егер қырылыс қала ма десем, Голд та красавчик екен, шығып, қолын беріп, бұның алдында да Еркебұлан Өзбекстанға келген кезде қонақсың деп, құрметтеп нетіп кездесіп жатыр да енді. Не айтсам болады. Еркебұлан красавчик, базар жоғы. Красавчик. Ойлақамандар, кейде елімізде бір бокс өтеді ғой, бокс кештері. Сол кезде бір Африкадан бокс азамайтын біреулерді әкеп сабап отыр ғой. Бұл ондай емес бұл. Бұл Тимур Никулин деп ютубтан іздеп көріңдерші.
Мықты жігіт деймін бұл. Россияның кулачкалары бар ғой. Соның бәріне төгіліп шыққан мынау. Мына топ-дог дейтін бар. Сода ғана төгілеспеді ғой деймін. Мықты жігіт деймін мынау. Ай, красавчик екен Еркебұлан. Мына риза болдым мен. Жаңа голды қоя тұрыңдар. Мына Еркебұлан кіммен ерегесіп жүріп еді ғой? Кім еді? Ұмытып қалдым мен. Алаш прайдта чемпион болған бір жігіт бар ғой. Бабур. Сол Еркебұланмен Бабур не болатын болды? Жекпе-жек өткізе ме олар? Мен өз басым мына Еркебұлан мен Тимурдың бір екеуі бокстасады дегенді мен осы кеше ғана біліп тұрмын да жаңағы. Бұлар Еркебұлан Өзбекстанға барып голдпен кездесіп сөйтіп атты ғой. Сол видеолар тарағаннан кейін барып мен біліп жатырмын. Бокс кеше ғана көріп отырмын да мен болатын. Кеше ғана біліп жатырмын. Ойлаңыздаршы. Аясына шығып кетті ма деп кеше уайымдаған болатын. Мына Тимурға дайын бол мынау деп. Бір мына побема ма андан мындан көріп жүреді ма Тимурды. Ол қиын болмаса екен. Деп кішкене уайымдаған болатын мен Еркебұлан бауырыма. Қазақ бауырым ғой өзінің. Красавчик, азар жоқ.